қолымызды көтереміз. Сонда шақыра барамыз. Ал енді осы тостаның бойынан ұлы ақын атамыз Абай Құнанбаевтың өмірінен шығарған жауап таныстырып жатырмыз. Бүгінгі күні сол кісінің тағы да бір шығармашылығымен жаңа қатысатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге тоқтап біліп алайын. Ортаға шығарып тезірек. Ортаға шығарымыз. Мен қасыма келіп мынау бізден шәкірттан бір жинағымызды аламыз. Барлығымыз түгел аламыз. Шардың үстіндегі ескеру керек. Түгел жетеді. Ол станцияда не жатқан? Бұл Құмақараларда біз қолға білеміз. Мұнда Абай атамыздан былай істейді. Мен айтып қоймайын. Мысалы, Абай саған не түседі? Абай, 11-ші қара сөз бұл демек, бұл Абайдың қара сөзі. Ал, тағы басқаша ерекше түскен болма. Саған да қара сөзі. Бойы бұлған өлеңдері демек, бұл өлеңдері. Мысалы, аяға қара сөздер өлеңдері және тағы басқа бір түрі. Айнеген сөзі қатыннан жақсы ұғымдың сөзінің бәрі демек, ол Абайдың аудармалары. Неге бүгінгі сабағымызда Абайдың аудармалары, өлеңдері және қара сөздері болып бөлінеміз. Кімге қайсы сөзі түсті, солай қарай топқа бөлінеміз. Бірінші, екінші, үшінші топқа. Отырғандар. Аудармашылар, қай топқа? Аудармашылар. Бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың, бас-басына бей болған өңкей қиқын, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелдей алмайын, өз қолыңнан кеткен соң енді сырқын, ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оның да алған жоқ па Құдай болғын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын, баққан жылқын. Бастами, қолдамалға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқын. Оңалмай бойда жүрсе осы ғырдың, әр жерде жазылмай ма жан қырқын. Қай жерінен көңілге қуат қылдық, қырартылмас болған соң мінсе қырқын. Тұянақсыз, байлаусыз байқұс қылдың, менсер құр өлкіден жыртын-жыртын. Ұғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей, қалама ол дастартын. Жалпы сол кезде Абай Құнанбайұлымызда басқа да сол кездегі халықтан шыққан көзі ашық азаматтар, олар барлығы да сол елдің қамы үшін деп жүгіріп жүрді ғой. Сол қазақ халқы көзі ашық болсын, басқа елмен теңесетіндей болсын деді. Бірақ та ол кездегі адамдардың бар ойы неде болды, мына өлеңге қарап не айта аламыз? Тек қана мал шаруашылығымен айналысып ойлағандар сол малдың қамы болды, және де бір-бірімен қалай болды? Береке бірлікте болды ма?